Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бір жасағаннан осындай керемет ажурный және де дәмді блинчик рецептімен бөлісемін. Жұмсақ әрі жыртылмайтын осындай керемет рецепті міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Парақшама тіркеліп, лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісемін. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға 3 штук жұмыртқамызды шағып аламыз. Және де үстімізден қантымызды саламыз. Менде бұл жерде 3 ас қасық қант, тағы тәтті қып салам десеңіздер, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантымызды. Қантымыз еру керек бізде. Енді үстінен жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүт бұл жерде 300 мг. Сіздерге рецепттің барлығын описанияға жазып қалдырам. Тағы да венчикмен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді електен шығарылған ұнымызды саламыз. Комочка болып қалмасын, жақсылап араластырып аламыз. Тағы да венчигімізбен. Бізде басында осылай қоюлау масса болады. Жақсылап ішінде түйір болып қалмасын. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңғы жағында уже бізде пісте мая құямыз. Және де 1 чайный ложка ас содасын саламыз. 3 столовый ложка пісте мая құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бізде блиннейдің осымен салмасы дайын. Бізде осындай сұйықтықта болу керек блиннейіміз. Осы рецептпен өте идеальный блинчиктер шығады. Қараңыздар, қандай әдемі болған. Енді Құдай қаласа пісіріп аламыз қазір барлығыны. Бізде бұл жерде 16-17 штук блинней шығады. Менде табамның размері үлкендеу, сіздерде кішілеу болса 20 штуктайда блинчик шығады. Қысып тұрған табамызға бір ожаудан құйып, осылай пісіріп аламыз. Екі жағын қызартып қараңыздар, осындай тесік-тесік ажурный болып, керемет болып шығады. Екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Табаға май құймаймыз, жабысып қалмайды. Бір ожаудан әр құйған сайын араластырып құйыңыздар, астында ұндары қалып кетпесін. Қою болып, осындай керемет блинчиктің рецепті міндетті түрде жасап беріңіздер. Балдарыңыз да қуанып мәз болып жеп алады. Үйдегілеріңізге ұнайды. Барлық блинчиктерді пісіріп алдық. Қараңыздар, бетіне май жағудың қажеті жоқ, өзі осындай жұмсақ болып шығады. Ішіне начинкасына өздеріңіз қалағандай етіп салсаңыздар болады. Етпен, немесе варенье, сгущенка барлығымен өте күшті кетеді. Сметанамен, творог салсаңыздар болады. Барлығымен керемет үйлеседі бұл блинчик. Осымен біздің блинчиктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Зұлхымар.